Баршаңызға сәлем, сіздермен жүзкеңес денсаулық арнасы. Бүгінгі санымызды құйрық майдың пайдасы қандай деген тақырыпқа арнайтын боламын. Егер ақпарат сізге қызықты болса, арнама тіркеліп алуды, сондай-ақ жақындарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Халқымыз ежелден қойдың құйрық майын түрлі мақсатта пайдаланған. Жаңа туған сәбиді майлап, босанған аналарға ішкізген. Алайда кейінгі кезде құрамында холестерин бар деп, құйрық майды қолданушылар азайып кетті. Көпшілігі өсімдік майын тұтынады, ал медицинада құйрық майдың пайдасы ұшан теңіз екен. Құйрық май қанша майлы болса да, ас қорыту жүйесіне өте жеңіл сіңіріледі. Майдың құрамында пайдалы амин қышқылдары, В тобының және А, Е, яғни дәрумендердің өте көп түрі бар. Цинк, селен, фосфор, магний, яғни ағзаға қажетті көптеген минералдарға бай. Құйрық майдан адам ағзасына жақсы әсер беретін холестеринді алуға болады. Мәселен, өсімдік майының кейбір түрін жоғары температурада қыздыруға болмайды. Ал құйрық маймен іш майды жоғары температурада қыздырсақ та құрамын өзгертпейді. Яғни қайнатып, қуырып, қақтап, тіпті шикілей тұтынсақ та майдың табиғи құрамы бұзылмайды. Құйрық май қаныққан және қанықпаған қышқылдардың табиғи көзі. Ағзадағы гормондар майлардан түзеледі. Егер майды көбірек жейтін болсақ, гормондар синтезделеді. Құйрық майдан бөлінген холестерин жаңа гормондардың бөлінуіне тікелей септігін тигізеді. Ерлердің жыныстық белсенділігін арттырса, әйелдердегі бедеулікке ем екен. Сондай-ақ, құйрық май асқазан, ішек жолдарының қызметін жақсартады. Өтті сұйылтып, оның жақсы бөлінуіне септігін тигізеді. Құйрық май баланың жұмсақ балғын терісін жұмсартып, қан айналымын реттейді. Сондай-ақ құйрық маймен бөбектің денесін сылағанда, бұл олардың дені сау, қуатты болып өсуіне ықпал етеді екен. Және де тұмау тимейтін болады. Сондықтан бұрындары нәрестенің аузына құйрық майды салған. Сондай-ақ салқын сиіп жөтелген кезде құйрық майды ыстық күйінде қасықпен ішу арқылы да емделуге болады. Немесе кеудені жылытылған құйрық маймен жақсылап ысқылап, жылы оранып жатса, тер бұрқырап шығып, адамның демалуы жеңілдеп, демікпесі басылады. Баланың тамағы ауырып, дәрі ішіп, жөтелі басылмай қойған кезде құйрық майды ерітіп берудің екі тәсілі бар. Біріншіден, құйрық майды еріткеннен кейін оны бірден пайдалануға болады. Екінші жолы, еріткен соң оның үстіне суды құйып, біраз қайнату керек. Сонда піскен құйрық май болады. Оған сарымсақ қосып, біраз суығаннан кейін 4-5 шай қасығын балаға беру керек. Келесі күні балаңыздың тамағының ауырғаны басылып, сырылдағаны кетеді. Құйрық майдың басты қасиеті жұқпалы туберкулез ауруын емдеуінде. Ашытылған қымыздың ішіне құйрық майды сәл ғана күшала салып араластырады. Кейін май қымызға сіңеді де сап-сары қою болады. Оны туберкулез, тыныс жолы ауруларын емдеу үшін ішеді. Қазақ емшілігі дәстүрінде осындай да тәжірибе бар. Сонымен қатар, қазақ халқы қыстың аязды күнінде бет үсімес үшін құйрық майды жаққан. Қол немесе аяқтың тілінген жеріне құйрық майдың тілімін таңып қойған. Ол жараның тезірек жазылуына септігін тигізген. Құйрық май құйрық түбінде дөңгеленіп жиналған май. Мұндай май жекелеген қылшық және ұяң жүнді қой тұқымдарында болады. Яғни еділбай қойы, сарыжын қойы, дегерес қойы, қазақтың ұяң жүнді қойы, алай қойы, гиссар қойы. Қой қысқы тебінде жайылғанда жетіспейтін қорегін құйрықтан біртіндеп алып толтырады. Құйрық май Орта Азия мен Қазақстан халықтарының әртүрлі ұлттық тағамдарын дайындағанда пайдаланылады.
Сонымен қорыта айтқанда, құйрық майдың келесідей қасиеттері бар. Ол асқазан, ішек жолдары қызметін дұрыстайды, жаңа гормондарды түзеді, өтті сұйылтады және өттің жақсы бөлінуіне көмектеседі. Ерлердегі белсіздік ауруының алдын алады, дәрумен жетіспеушілігін болдырмайды, жүйке жүйесіне пайдалы, агрессияны басады, ас қорытуды жеңілдетеді, қан айналымды жақсартады, ағзадағы токсин, шлактарды шығаруға күш салады, теріні үлбіретеді, құрғап жарылудан қорғайды. Құйрық майдың құрамында лавр қышқылы, меристік қышқыл, пальмит қышқылы, маргарин қышқылы, стеарин қышқылы және де алеин қышқылдары бар. Олардың ағзаға әсері де әртүрлі болып келеді. Мысалы, пальмит қышқылы бір негізді байытылған карбон қышқылы. Ол құйрық майда болатын қышқылдардың 4-тен 1 бөлігін құрайды. Пальмит қышқылы тәуліктік рациондағы барлық калориялардың тек 10%-ына ғана құрау керек. Немесе адамда диабет, артық салмақ, жүрек қан тамырлары ауруларының пайда болу қаупі бар. Яғни көп мөлшерде бұл қышқыл зиян болып табылады. Бірақ бұл қышқыл тағы ана сүтінде де бар. Пальмит қышқылы 1 жасқа дейінгі балаларға физиологиялық тамақ болып келеді. Сол себепті пальмит қышқылы тәуліктік калориялардың 10%-ын аз мөлшерде болса, онда оның зияны болмайды. Стеарин қышқылы. Стеарин қышқылы табиғатта ең көп таралған май қышқылдарының бірі болып келеді. Ол фармацевтикада, косметикада, сабын жасауда, химиялық өндірісте және гастрономияда қолданылады. Көптеген зерттеулер стеарин қышқылының адамдардағы тромбогендік және атерогендік аурулар қатерінің алдын алатындығын көрсеткен. Алеин қышқылы адамдар қоректенетін негізгі монобайытылған май қышқылы болып табылады. Алеин қышқылы липидтер алмасуын белсендіреді, эпидемистің тосқауылды функцияларын қалпына келтіреді және терідегі ылғалды сақтайды. Липидтердің асқын тотығуын баяулатады. Құрамында алеин қышқылы бар өнімдер теріге жақсы сіңеді. Алеин қышқылы терінің мүйізді қабатына басқа белсенді ингредиенттердің енуін күшейтеді. Тарихшылардың айтуына қарағанда, кезінде емшілер бидайдың дәнінің 1/4-сына тең көлемде сынапты алып, құйрық майдың 2 қасығымен араластырып, оны еріткен. Осы ерітілгеннен алған майды, яғни дәріні, ешкі қотыр, яғни чесотка, теміреткі, яғни лишай, күйдіргі, яғни язва, сондай-ақ тағы да басқа тері ауруларын емдеу кезінде қолданған. Құйрық майдың 100 граммында 900 калория бар. Бұл өте көп энергия. Ол энергия арқылы адам ағзасы жылынған және аурулармен күресуге қуат тапқан. Алайда құйрық майдың қаншалықты пайдасы болғанымен, оны көп мөлшерде шамадан тыс пайдаланса, адам ағзасы үшін зиян екендігін, яғни атап айтсақ, жүрек қан тамырлары ауруларына шалдықтыруы мүмкін екендігін де айта кету керек. Алайда көріп тұрғанымыздай, құйрық майды орнымен дұрыс пайдалана білсек, оның зиянына қарағанда пайдасының көп екендігін көруге болады. Айтылған барлық ақпараттар кәделеріңізге жарасын, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.